Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Сабағымызды бастамастан бұрын каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жасап өтіңіздер. Жазылған комментарийға міндетті түрде жауап қайтаратын боламыз. Сабағымызды бастайық. Бүгінгі 69-шы сабақ, 15-ші тапсырма, мәтінді оқы. Орындалған арман. Сауытбайдың тойына көп адам жиналыпты. Біз үйге кірсек, бәрі бір ғана адамның аузына қарап отырған сияқты. Ол орысша киінген, орта бойлы Ыбырай Алтынсарин екен. Біз кіргенде әңгіме балаларды орысша оқыту, мектеп салу туралы болып жатты. Ыбырайдың сөзінен кейін есік жақта отырған бір жұпыны киімді адам Сауытбайға қарап сөйлейді. Бітер істің басына жақсы келер қасына дегендей, ауылыңа еліміздің бірегей ардагері Ыбырай келіпті. Бұл кісінің сөзін естідік. Көпшілікке өзі үшін емес, ел үшін қолқа салып отыр деді. Тойға келген ел тегіс бас қосқан жиылыс болды. Ыбырай Алтынсарин өз сөзінде: біз ғана өнер, білімнен құралақан қалып келеміз. Бұған өзіміз кінәлі. Өнер жастан шығады, дейді үлкендер. Ендігі жерде сол жас өренді оқыту керек. Бұл үшін ең алдымен мектеп ашуға бүкіл ел болып атсалысуымыз керек деді. Мәтіннің авторы Спандияр Көбеев. Енді осы берілген мәтіндегі сұрақтарға жауап беруге, мәтін мазмұны бойынша сұрақ қойып жауап беріңдер. Ауылға кім келді? Ол не туралы айтты? Ауылға біздің Ыбырай Алтынсарин келді, я? Ол біз деген осы өнер білімнен құралақан келеміз. Ендігі кезек осы өнер жастан шығады дейді. Жастарды оқытуымыз керек деп үлкен кісілерге қолқа салды, я? Жастарды оқыту үшін не істеуіміз керек деді Ыбырай. Жастарды оқытуымыз үшін алдымен ауылға мектеп салуымыз керек деді, я? Келесі сұрақ: Ыбырай өнер, білім туралы не айтты? Ойыңмен бөліс. Ыбырай: біз ғана өнер білімнен құралақан келеміз. Ол үшін біз жастарды оқытуымыз керек, осыны қолға алуымыз керек деді, я? Мәтіннен зат есімдерді тауып, талдау жаса. Мәтіндегі зат есім балалар: қонақтар, балалар, Ыбырай Алтынсарин. Жиылыс, өнер, білім, Сауытбай. Мінекей мәтіндегі балалар зат есімдер осылар екен. Мәтіндегі нақыл сөздерді тауып жаз. Осы нақыл сөздерден қандай ой түйдің? Мәтіндегі нақыл сөздер: бітер істің басына, жақсы келер қасына. Және де бір сөз: өнер жастан шығады деген сөз. Балалар, жақсы істің басына, бітер істің басына, жақсы келер қасына деген сөздің мағынасы ол жақсы адам келсе, жақсы іс болса, ол тезірек бітеді деген сөз. Ал өнер жастан дегеніміз ол өнердің барлығы осы келе жатқан жастардан шығады деген сөз. Сол жастарды дамыту керекпіз деген сөз екен. 16-шы тапсырма: жұмбақ өлеңді оқып, шешуін тап. Өнерлі балалар: Қанат Марат екеуі қамшы өре алады. Таңат Талап екеуі тамаша ән салады. Самат Сағат екеуі төгілтіп күй шертеді. Бабақ Барақ екеуі біледі көп ертегі. Ахат Марат екеуі ат үйретіп жүреді. Жанат Манат екеуі киім-кешек тігеді. Балалардың өнерлі, есептеп көр сен енді. Жұмбақтың жауабы 12. Авторы Сұлтан Қалиев. Келесі сұрақ: сенің қандай өнерің бар? Өз өнерің туралы досыңа хабарлама жаз. Балалар, біз өзіміздің өнеріміз бойынша досымызға мынандай хабарлама жаздық. Менің сурет салуға деген өнерім өте жоғары. Мен сурет үйірмесіне 4 жасымнан бастап барамын. Осы уақытқа дейін 100-ден астам суреттер салдым. Олар әртүрлі жанрда салынған суреттер. Солардың ішінде пейзаж, натюрморт жанрындағы салынған суреттер өте көркем болып шыққан. Келесі сұрақ:
өз достарыңның өнері туралы айтып бер. Балалар, біз өз досымыз туралы былай айтсақ болады. Менің досым Жандос. Ол 4 жасынан бастап қазақ күресіне барады. Яғни қазақ күресінен жарыстарға, ол шет елдерге, яғни атап айтатын болсақ, Қырғызстанға, Россияға және де осы Қазақстанның бірнеше қалаларында жарыста болған. Ол сол жарыстардан бірнеше рет жеңімпаз атанған. Менің досым қазақ күресін өте қатты жақсы көреді. Келесі 17-ші тапсырма: берілген сөздерді оқы, оларға сұрақ қой. Бұл жерде балалар күй сөзіне не деген сұрақ қойылады? Әнші сөзіне кім деген сұрақ қойылады? Дос, өнерпаз, бала дегендерге кім деген сұрақ қойылады? Ал кенші кім деген сұрақ қойылады? Суретші, биші, әже, көрші дегендерге кім деген сұрақ қойылады екен? Берілген зат есімдерді көпше түрге айналдырып жаз. Өзің бірнеше мысал келтір. Күйлер, әншілер, достар, өнерпаздар, балалар, кеншілер, суретшілер, бишілер, әжелер, көршілер деп осылайша біз көпше түрге түрлендіріп жазып алдық. Енді өзіміз дәрігерлер, кітаптар, мектептер, оқушылар деген қосымша сөзді қостық. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.